Сабақ тақырыбы ағзадағы заттардың тасымалдануы. Барлық тірі жасушаларға қажетті заттар су, қорек, оттек, минералды, биорганикалық заттар және оның құрамына кіретін элементтер қажет. Жасушалар мен мүшелерде түзілген зиянды заттардан тазаруы қажет. Көп жасушалы жануарларда қажетті заттар мен зиянды заттарды тасымалдайтын қан және қанның қозғалысын қамтамасыз ететін қан тамырлар жүйесі болып табылады. Оттегі қан арқылы тасымалданатын маңызды зат. Ол өкпеде сіңіріледі. Өкпеде оттекпен қаныққан қан гемоглобин арқылы дене жасушаларына тасымалданады. Гемоглобин оттекті дене жасушаларына беріп, көмірқышқыл газын өкпеге жеткізеді. Одан әрі сыртқы ортаға шығарылады. Қоректік заттар еріген күйде қан арқылы барлық мүшелерге тасымалданады. Зиянды заттардың көп бөлігі бүйректе түзілетін зәр арқылы сыртқа шығарылады. Бөліп шығарудың негізгі рөлін атқаратын бүйрек қанды тазалайтын биологиялық сүзгі болып табылады. Зиянды заттар адам ағзасынан шығарылмаса, 1 сағат ішінде өздігінен уланады. Тері қосымша бөліп шығару қызметін атқарады. Ыстық физикалық жүктеме кезінде адам көп терлейді. Көмірқышқыл газы өкпе арқылы сыртқы ортаға шығарылады. Өсімдіктер ағзасында тасымалға тоқталатын болсақ, тамыр топырақтан қоректік заттарды сіңіретін мүше. Өсімдікке су, онда еріген минералды заттар, органикалық заттар қажет. Органикалық заттар азот, калий, фосфор және микроэлементтер болмаған жағдайда өсімдік тіршілік ете алмайды. Топырақта органикалық зат қарашірік болмаса, өсімдік қандай да бір уақыт өседі, бірақ ол нашар дамиды. Тамыр жасушалары арнайы құрылысына байланысты ерітіндіні сору және өткізу қабілетіне ие. Бұл күш тамыр қысымы деп аталады. Сабақ тамыр мен жапырақ арасында заттарды өткізетін басты мүше. Сондықтан өсімдіктің барлық бөлігінің қажет заттарды алуы сабақтың өткізгіштік жүйесіне байланысты. Енді оқу тапсырмасы, сәйкестендіру тапсырмалары. Қан, бүйрек, өсімдік тамыры, өкпе. Оларды қызметімен сәйкестендіріп шығыңыздар. Тапсырма жауабын бірге тексерейік. Қан заттарды тасымалдайды. Бүйрек қанды тазалайды. Өсімдік тамыры су және минералды заттарды сіңіреді. Өкпе ол жерде газ алмасу үдерісі жүреді. Екінші тапсырма, дұрыс немесе бұрыс сипаттамаларын анықтаңыздар. Тапсырма жауаптарын тексеріп көрейік. Өкпеде газ алмасу жүреді. Дұрыс. Гемоглобин газдарды тасымалдамайды. Қате пікір. Тері бөліп шығару қызметін атқарады. Дұрыс. Сабақ өсімдіктің негізгі сіңіру мүшесі. Бұл қате пікір. Келесі оқу тапсырмасы. Төменде берілген керекті сөздерді қолдана отырып, бос орындарды толтырыңыздар. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы. Келесі кездескенше.